Ассалаумалейкум, құрметті Атырау әуесқой балықшылары және Атырау халқы. Кешегі Бақсай каналында қырылып жатқан шабақтар жөнінде түсірген видео бойынша ертең құтқару жұмыстары басталып кетеді. Соған ертеңгі еріктілер қажет. Ерікті азаматтар болса, ертең қол ұшын беріп көмектесетіндер болса, келіңіздер. Сағат 9:30-10-дарда мына таңдайдың поворотынан, яғни күтсеңіздер де болады сол жерде. Мен сол жерге келетін болам. Сосын ертең келетін жалпы көліктердің техника, мекемелерден келеді, газель болады. Қазір жаңбыр жауып кетті, одан ары қарай қарға оласы кішкене жүру қиындау болатын сияқты. Бірақ ертең көреміз енді қалай болады екен. Таңдайдан ары қарай біраз жер қара жолмен жүреді. Енді батып қалмай аман-есен барып құтқарып шабақтарды тиісті жайыққа жіберсек, енді бізге үлкен сауап болар еді. Бірақ дегенмен ауа райының қолайсыздығы кішкене бір қиын болып тұр. Ертеңге сол еріктілер қажет. Ертең сағат 9:30-10-дарда бұйыртса, таңдайдың поворотына күтсеңіздер болады. Мен сол жерге келіп, ары қарай өзім жол бастап апаратын боламын. Хабарласыңыздар, телефон нөмірін қалдырам. Ертеңге, яғни келетін жігіттерге АЗК, жаңағы суға түсетін киім, сосын шелектеріңіз болса өздеріңіздің, сондай алып кетсеңіздер болады. Ертең жалпы мекемеден келеді, акиматтан келеді, кооперативтер бар, сосын солдаттар бар, тағы да келіп көмектеседі. Енді біраз адам бар, бірақ қалай барамыз деген сұрақ болып тұр. Тоң түсіп кетпей, аман-есен барсақ, тіпті жақсы болар еді. Ертең бұйыртса сағат 9:10-дарда күтсеңіздер. Ертең 15 қаңтар 2025 жыл, яғни ертең құтқару жұмыстарын бастайтын боламыз.